Келесі тақырып гибридтену. Ең алдымен қалыпты және қозған күйлер деген нәрсені түсіну керек. Қараңыз, орбитальдар бізде қалыпты күйде болған кезде біз өткендегідей ретпен толады. Демек, алдымен бірінші орбиталь, одан кейін келесі орбитальдар толып бастайды. Демек, S орбиталь толмай жатып, P орбиталь толып бастамайтын. Күй бұл қалыпты күй. Бірақ кейбір элементтерде электрондар бір орбитальдан басқа орбитальға ауысып кетуі мүмкін. Бұл әртүрлі жағдайларда болуы мүмкін. Кейде жарық әсерінен, кейде температура әсерінен, реакцияға түскен кезде, байланыс түзілген кезде, ол қалыпты күйден көбінесе қозған күйге көшеді. Қозған күй деген қандай? Қозған күйде, мысалы, S орбитальдан бір электрон P орбитальға көшіп кетуі мүмкін. Сөйтіп, барынша сыртқы деңгейіндегі барлық ұяшықтарды электрондармен толтыруға тырысады. Демек, қос электрондар бір-бірінен ажырап, бір-бір электроннан ұяшықтарға орналасып бастайды. Осындай күй қозған күй деп аталады. Және осындай қозған күйге көшкен кезде орбитальдар гибридтенуге ұшырайды. Гибридтену кезінде орбитальдардың пішіні өзгереді. Ол не үшін өзгеріске ұшырайды? Себебі, мысал ретінде, екі орбитальды қарастырып көрейік. Бір элементтің S орбиталі, екінші элементтің P орбиталімен байланысқа түсті. Олар бір-бірімен осылай сигма байланыс түзеді, бірақ пішіндері әртүрлі болған соң, олардың энергиялары да әртүрлі болады. Ал химиялық байланысқа қатысатын орбитальдар энергияларын бірдей мәнге келтіруге тырысады. Сол үшін олардың пішіндері де өзгереді. Демек, пішіндері бірдей болып қалады. Екеуінің аралық пішіні осындай түрде болады, және осындай пішіннің өзгеруі бізде гибридтену деп аталады. Гибридтенудің өзінің түрлері бар. Бұл гибридтенуге қатысатын орбитальдарға байланысты болады. Демек, гибридтенуге неше орбиталь қатысатынына байланысты. Олардың түрлері көп, бірақ ең негізгі үш түрін қарастырсақ болады. Біріншісінде тек S және P орбитальдарға ғана қатысады. Демек, S орбиталь және бір P орбиталь. Ол кезде SP гибридтену болады. Егер P орбиталь біреу емес екеу болса, SP2 гибридтену түзіледі. Егер 3 P орбиталь қатысатын болса гибридтенуге, онда SP3 гибридтену пайда болады. Бұдан басқа да гибридтену түрлері болуы мүмкін. D орбиталі қатысуы мүмкін гибридтенуге кейбір элементтерде. Бірақ ең жиі кездесетіндері осылар. Және гибридтену тек қана сигма байланыста ғана пайда болады. P байланыста гибридтену мүлдем болмайды. Себебі ол жерде электрондар атомдардың қырларында болған соң, олардың пішінін өзгертудің қажеті жоқ. Ал сигма байланыста олар пішінін өзгертуі қажет, сол үшін гибридтену сигма байланыстарда ғана түзіле алады.